Ассалаумағалейкум достар, жағдайларыңыз қалай? Бүгінгі онлайн сауалнамаға қош келдіңіздер. Қонақта кім деп ойлап жатқандарға, яғни Армани блог, Армани арнасы. Неше бастаймыз. Көресің ғой іздейчо, қаладасың ғой. Қаладасың ғой. Армани блог, жасың нешеде? Жасым 14-те. Сұрағым, толық аты жөнің кім? Толық аты жөнім Арман Ескербаев. Ютубқа қалай келдің? Ютубқа келуге мотивация болған адам ол Нұрболат Қуанғали, яғни мистер Прикольчик арнасы. Армани арнасын қалай аштың, яғни анимацияға қалай келдің? Анимация жасауға мотивация болған адам ол орыс аниматоры Найс. И бір айынан қыз деген бар ма? Шок. Енді бұған точно жауап беретін шығарсың. Қандай ютуберлермен общение ұстайсың? Общение ұстайтын ютуберлерім олар Бексұлтан Серік, Нұрлан Қаламов, Арука Микс деген сияқты ютуберлер. Ал өзімнің уровеньмендегі ютуберлер олар Алибек, Сен, Сержан, Дарын, көп, короче. Қысқасы, Борат фильмінен өзіңнің жеке ойың қандай? Борат ол... Осылай айтыл. Анимация салуды саған біреу үйретті ме? Кім үйретті? Және де қалай үйрендің? Анимация салуды өзім үйрендім, әлі үйреншім. Аникас жайлы айтатын болсақ, Аникас тобы қалай ашылды? Аникас, короче, бір баламен аниматормен сөйлесіп отырдым инстаграмда, и мен топ ашсам, сен кіресің ба дедім, ол кірем деді, сосын солай ашылып кетті. Ол жайлы комикс бар қазір ВК группада. Анимацияға ұшып кеткенбіз, енді костюм жайлы айтатын болса, не айта аласың? Костюм ол блогерлерден құралған топ болуы тиіс еді, бірақ тек WhatsApp чат болып қалды. Соңғы сұрағымыз, сізге онлайн сауалнама ұнады ма? Ұнаса қай жағымен ұнады? Ұнады, жақсы жақтарын айтатын болса, общение шығар. Осымен біздің онлайн сауалнама аяқтарды, ұнаса лайк бас, арнаға жазып, және де комментария өз пікіріңді жазып кет. Келесі кездескенше сау саламатты болайық. Сен дәл қазір арнаға жазылмай тұрсың, білемін. Бар болғаны астыдағы қызыл батырманы басып, мені қуантасың. Саған изи, маған